Стивен Ковидің 8-ші дағдысы кітабы оның әйгілі 7-ші дағдыдан кейінгі рухани жалғасы. Егер 7 дағды тиімділікке жету жолын үйретсе, 8-ші дағды үлкен өмірлік мақсат пен мән мағына табу туралы. 8-ші дағды деген не? Өз даусыңды табу және басқаларға да өз даусын табуға көмектесу. Дауыс деген не? Кови дауыс деп адамның ішкі миссиясын, мәнін, талантын және құндылықтарын айтады. Бұл сіздің табиғи дарыныңыз. Бұл сіздің жүрегіңізбен жасайтын ісіңіз. Бұл өмірдегі шынайы мақсатыңыз. Мысалы, біреу үшін дауыс балаларды оқыту, біреу үшін ғылымға үлес қосу, біреу үшін өнер арқылы қоғамға әсер ету. Бұл кітап не үшін жазылды? Қазіргі қоғамда көп адамдар өз мүмкіндігін толық ашпай өмір сүреді. Кови бұл кітапта былай дейді: бүгінде адамдар тек мансап емес, рухани тереңдік пен шынайы құндылықтарды іздейді. Көп адам жұмыс істейді, табыс табады, бірақ жүрегінде қанағат жоқ, ішкі бостықты сезінеді. Міне, сол бос кеңістікті толтыратын 8-ші дағды. 8-ші дағды 4 элементке негізделеді. Сіздің даусыңыз мына 4 нәрсенің қиылысында пайда болады. Бірінші, талант, сіздің ерекше қабілеттеріңіз. Екінші, құмарлық, жүрегіңізге жақын іс. Үшінші, құндылық, ар-ождан сенімдеріңіз. Төртінші, мұқтаждық, әлемге қажет нәрсе. Яғни, сіздің не істей алатыныңыз, нені сүйетініңіз, неге сенетініңіз, қоғамға қажет нәрсе. Осының барлығы сіздің даусыңыз. Басқаларға да өз даусын табуға көмектесу. Нағыз көшбасшы тек өзі табысты болып қоймай, айналасындағы адамдардың мүмкіндігін ашуға көмектесетін адам. Кови мұны жаңа дәуірдегі көшбасшылық деп атайды. Жаңа көшбасшы билікпен емес, құндылықпен басқарады. Жұмыс емес, миссия береді. Жазаламайды, шабыттандырады. Ұйымдар мен ұжымдар үшін. Көп ұйымдарда адамдар жұмыс істегенімен жандарын салып істемейді. Себебі олар өз даусын естімеген. Кови ұйым басшыларына келесі кеңестерді береді. Қызметкерлерді тек жұмыс күші ретінде емес, шығармашыл адам ретінде қарау. Әр адамның миссиясын ашуға көмектесу. Ұжымда сенім мен шабыт атмосферасын қалыптастыру. Даусыңды табудың 4 принципі. Дене, тіршілік қауіпсіздік, оқыту және тәртіп. Ақыл, білім мен түсіну, оқыту және даму. Жүрек, махаббат, байланыс, қызмет ету. Рух, мақсат, мағына, мотивация, шабыт. Барлық 4 элемент тепе-тең болса, адам толық дамиды. Қорытынды. 8-ші дағды өмірді жай тиімді емес, мағыналы ету жолы. Бұл өзіңізге шынайы сұрақ қою. Мен не үшін өмір сүріп жүрмін? Бұл тек кәсіби жетістік емес, рухани биіктікке ұмтылу. Бұл өзіңді тауып, басқаларға да өз жолын табуға көмектесу. Стивен Ковидің бұл кітабы әр адамға ішкі жарығын табуға, ал көшбасшыларға адамдарды рухтандыруға арналған нұсқаулық.